Батырхан Ақбота Асланқызы, Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 5-ші А сынып оқушысы. Кітап оқы, үйден шықпа, біз үйдеміз челленджіне Әбділда Тәжібаевтың бір өлеңін жатқа оқып берсем деп едім. Кішкене портрет, өзгергіш бояу секілді, осы бір адам қызғақ, жап-жаңа жүзі жыл еді, сұрлана қалды бұзып-ап. Ажарым баққыш өзгенің, менікі дегіз жеңгенің, ұмыта қалғыш алғанын, есептей қойғыш бергенін. Сені әуелі тоқтатшы өзіңді өзің, саған қалай ұнайды бұл мінезім. Алсам болсам дегеннен бас қойың жоқ, сәл шыдауға таппайсың тей төзім. Жүрегің тар, пейілің тар, ашқарақсың, маған доссың әйтсе де басқарақсың. Әбең дейсіңге сөзбен алда, түк кәсірмай әбеңді тастамақсың. Немене, мен сыйлауға тұрмаймын ба? Жөні бар ғой қиюдан қимаудың да. Жұрт ұйғарды, жөн десең нең кетеді. Сен сиятын жерге мен сыймаймын ба? Салиева Жаннұр Боранқызы, Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысы. Кітап оқы, үйден шықпа, біз біргеміз челленджіне Абай Құнанбайұлының бір өлеңін жатқа оқып берсем деймін. Абай Құнанбайұлы, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен еш сермедім. Бұл махрұм қалмақ ма кім жазалы, қолымды дөп сермесем сөйтермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдіп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім. Қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенде теріс көрмедім. Мен Сағынтаев Махамбет Өтемісұлы, Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысы. Кітап оқы, үйден шықпа, біз біргеміз челленджіне Абай Құнанбаевтың күз өлеңі. Сыр болып түсі суық, қаптайды аспан, күз болып тұңқыл-тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап бие қашқан, тай жарысқан, жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай, қайыршы, шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салы бейін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне үйіртіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жабай дейін. Абайқызы Айша, Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысымын. Кітап оқы, үйден шықпа, біз біргеміз челленджіне Абай Құнанбаевтың өзіңе сенбе жас ойшыл өлеңі. Өзіңе сенбе жас ойшыл, тіленері дертпен тең. Көңілдің жүгін қияқыл, ызаға тұтқын бой меңзең. Қасиет тұтып ойғам тұл, қан қайнап қуат егілсін. Онан гөрі еңбек қыл, улы сусын төгілсін. Ойлай берсең ой деген не қызыққа келер кез. Кісі айтпаған білмеген күй әдемі тәттісіз. Тыңдамал оны ұмытсен, бүркенді ақы барда жар. Тамыл жұтып айтқанмен қыла алмассың сен қымбат. Кез болсаң қайғы язарға, құрсатса тілді ұмтылтып, алып шықпа базарға, асаудайын бұлқынтып. Қайғы дертің мейлі мың саудаға салмақ өзіңер, жаныңа түскен жараның іріңін етсін адандар. Біліп оған не керек, ішіңнен қайғы жемесең, жалтаңдаған жас жүрек байғұсай десін демесін. Өз бойыңа болып сақ, жан жағыңа қараңдар. Күн көріп жүр күліп ақ сенен басқа жарандар. Олардың да ешбірін қайғаман қойған жоқ шығар, ойлап, байқап көртірін, татырмап ба дүние зар. Күлкі болмай қой жаным, сен бетесің ол қайтты. Олар көрген арманын кімге шақты, кімге айтты. Мен Аманғалиева Дина Қобыланқызы, Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысы. Кітап оқы, үйден шықпа, біз біргеміз челленджіне орай Абай Құнанбаевтың бір өлеңін айтып берсем. Өлең сөздің парчасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстыра ерданасы, тілге жеңіл жүрекке жылтиып, тептегі шымыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбін адам бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сұрты күміс, су жақсысын. Қазақтың келістерер қай баласы. Бұрынғы ескебеде тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, кер жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Бірінші сынып оқушы Нұрманғали Ертөре Абай Құнанбаев қыз өлеңі. Ақ пейілді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демал сөз көріп айызбен қарғодан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркінге еген оқшыр айтып, аязбенен қызарып азарланды. Бұлттай қасы жауып, екі көзінің басын фүкірсе қар жауып мазаңдалды. Бурадай боқсай еткен даудан қанда, алты қанатақ орта үйше қалды. Жас балалар беті қолы домбайып үшек шалды. Шидемен тоқ қоланат келген малшы бет қарауға жарамай теріс айналды. Мен Тілеш Сабина Мырзабек қызы Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 6 сынып оқушысы. Біз біргеміз, біз идеямыз челленджі бойынша Абай Құнанбаевтың ойға түстім толғандым өлеңі. Ойға түстім толғандым, өз мінімді қолға алдым, мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым. Өзіме өзім жақпадым, енді қайда сиялдым. Қалап алғам көп күнес, қалайша қылып тиялдым. Бойдағы мінді санасам, тау тасына аз емес, жүрегіңді байқасам, ине дейін таза емес. Аршып алып тастауға апандағы саз емес, бәрі болды өзінен, тәңірім салған наз емес. Абай Құнанбайұлы пайда ойлама ар ойла. Пайда ойлама ар ойла, талап қыл артық білуге, артық қылым кітапты, ерінбей оқып көруге. Вайни қызмет іздеме, оқалы киім киюге, бос мақтаға салынып, бекер көкірек керуге. Қызмет қылма оязға, жанбай жатып сөнуге, қалай сабыр қыласың, жазықсыз күнде сөгуде. Өнерсіздің қалаға тура сөзін айта алмай, қит еткенге бата алмай, қорлықпенен шіруде. Мен Зесенбаев Журналин Сейтқали Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 6 сынып оқушысы. Кітап оқы, үйден шықпа. Осы челленджді бастағалы отырмын. Абай Құнанбаев мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқты барды ертеңгі демек үшін, көкірегі сезімді тұрбадым, разымылығы жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тастырықпа салаптығар көңілінің көз ашық сергек үшін. Сөкен қисық қана қырын келмей сыртына танып іспес сырын көрмей. Шу дегенде құлаған тосын сөйді, айтқан соң бұндай сөзді бұрын көрмей. Таңғаламын алдыңғы айтқан тұқпай және айта бер дейші жұрт тіптінін бермей. Әбілхайыр, біз біргеміз акциясын қолдай отырып, Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба өлең айтпен. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай аттанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа кіруге, бизнесте ғашық бол, бизнесте асық бол, адам болған десеңіз, түрлі өмір алдында оған қайғы десеңіз, өтек мақтаншақ емшік екен ошытпа, еш пұшпанын білсеңіз, талай еңбектен ой, қонағы тұрақын ойлап қой, бесасыз көрсеңіз ғылым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасанда ұқсақпақ бір ғылымды көрсеңіз,